Мен Крещенкова Ева Андрейқызы номер 31 мектеп гимназиясынан Бұхарбай Батыр округы әкімнің міндетін атқарушы Дәурен Сәбитұлынан сұхбат аламын. Саламатсыз ба, Дәурен Сәбитұлы? Бірінші сұрағым осы Бұхарбай Батыр ауылының даму деңгейі туралы не айта аласыз? Қандай салаларда алға жылжу бар? Саламатсыз ба? Бұхарбай Батыр ауылдық округі бойынша білім саласы болсын, мәдениет саласы болсын, спорт, ауыл шаруашылығы, денсаулық, барлық салада ілгерілеушілік бар. Статистикалық дерекқор базасында көрсеткіштер жоғары деңгейде. Білім саласынан оқушылар жоғары олимпиадаға жолдама алып, мәдениет саласы бойынша да күні кеше ғана Ержан есімді жігіт өзінің жұбайымен жұптық сайыстан облыстық кезеңнен 3-ші жүлделі орынға ие болды. Және де спорт саласынан Қарағанды облысында өткен Қазақстан еркін күрестен Қазақстан чемпионы Рүстем Дастан елімізге алтын жүлде алып, ауылымыздың мерейін өсірді. Ол біз үшін өте қуанышты жаңалық десек болады. Жас мамандарды ауылға тарту үшін қандай қолдау шаралары қарастырылған? Мысалға, тұрғын үй, көтерме ақы немесе басқа да іс-шаралар? Мемлекеттік бағдарламалар арқылы денсаулық саласынан өзінің тиісті мөлшерінде үстеме ақы төлем алып, осы елге өзіміздің ауылдың тумасы, қарындасымыз Алпамысова Нұргүл есімді қыз еңбек етіп жатыр 2 жылдан бері. Өзінің мемлекеттік бағдарлама арқылы үстеме ақысын және тұрғын үй мәселесі өз жеке келіссөзі арқылы шешілген деп ойлаймын. Және де мемлекеттік бағдарлама арқылы жас бітірген маманға жастар практикасы, ұрпақтар келісімі деп сынды бағдарлама арқылы бірінші жұмыс ұсынамыз. Жас мамандар осы ауылға келсе, жұмыс жасаса, өсу мүмкіндігі бар ма? Жас мамандарға ең бірінші жауапкершілік керек, қабілет керек, өз-өзін дәлелдеп, өз-өзін жақсы жағынан, қырынан көрсетсе, өсу қарқыны бар жалпы. Болашақта осы ауылды дамыту үшін қандай жоспарларыңыз бар? Осы елді мекенді ең бірінші кезекте инновациялық жобалар арқылы дамытуға болады. Өзімізден өндіру азық-түлікті, тұрмыстық күнделікті қажет заттарымызды осы ауылымыздан өндіріп жатсақ, біз үшін ең жоғары даму сол болмақ. Рахмет, Дәурен Сәбитұлы, біздің сұрақтарымызға ашық әрі нақты жауап берген.